Ең алдымен қажетті ингредиенттердің барлығын дайындап аламыз. Қажетті заттарды да ұн, песок, 3 жұмыртқа, ванилин, сұйық май, сүт, клубника, банан, сгущенка және нутелла. Олар дәмдік үшін. Осының барлығын дайындап алғаннан кейін іске кірісеміз. Одан кейін арнайы ыдысымызға осылай жұмыртқаның үшеуін де ашып алып саламыз. Үшеуін жақсылап ашамыз және араластыратын кезде ешқандай ешнәрсе қалмау керек. Араластырмастан бұрын осылай песок саламыз. Мәселен, мен песокты бірнеше ас қасықпен салам, бірақ кейбіреулерге 2 ас қасықтың өзі тіпті жеткілікті болады, әркім вкусына қарай. Одан кейін жарты қасық немесе 1 қасық чайный ложкамен тұз саламыз және жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне сүт құямыз. 1,5 стакан немесе 2 стакан құямыз. 500 мл жарайды. Одан соң араластыра отырып тағы да үстіне жай-жайдан ұн саламыз. Осы ұн салу барысында абай болу керек, себебі ұн бір жерге жиналып қалмау керек. Ол жаңағыдай әр жерге шашырап кету керек. Сондықтан аз-аздан салған өте жақсы болады. Одан кейін осының ішіне 3 ас қасықпен сұйық май құямыз да және тағы да араластырамыз. Аппаратпен араластырған кезде ешқандай жиналып қалған жер болмау керек. Осы видеода көріп тұрғаныңызда сұйық болып шығу керек, сонда өте жақсы болады. Ал дәмдік үшін мен ванилинді қостым, бірақ ол қоспасаңыз да міндетті емес. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай табаға сұйық майды бір ыдысқа құйып алып, арнайы жаққышпен бетіне жай ғана жағып шығамыз. Көп болып кетуге болмайды, жай ғана тек жағып шығу ғана керек. Ең бастысы, дайын болған қоспаны осылай табаға құйып, доңғалатып, айналдырып, барлығын ровно қылып істейміз. Және дәл уақытында аударып үлгеру керек, себебі блины тез піседі, сондықтан да міндетті түрде қарап тұру керек. Басқа ыдысқа осылай жинаймыз. Барлығы пісіп болғаннан кейін осылай оформление жасаймыз өзімізше. Мен нутелла қостым біреуіне, және басқаларына сгущенка және немесе өзіңіздің қалаған нәрсеңізді қосуға болады. Бұл жерде ешқандай таңдау болмайды. Әркімнің өзінің вкусына және жаңағыдай әдемілігіне, оформлениесіне қарай қойылады. Мен кейде тіпті ішіне банан қосам, себебі банан өте жақсы дәм береді. Осы видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға жазылып алыңыздар.